Мынаны қараңыздаршы. Алманың сырты қарайып, алмаларға құрт түсіп жатыр. Алмалардың ішін құрт жеп, кәдімгідей алмалар жерге түсіп жарамсыз болып қалып жатыр. Сіздің бақшаңызда да осындай жағдайлар болып жатыр ма? Бұған не істеуге болады? Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода бұған не істеуге болатынын бәріміз бірге талқылаймыз. Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда алмалардың сырты қарайып, құрт түсіп, алмалар жерге түсіп жарамсыз болып қалып жатыр. Бұған не істеуге болады? Қандай дәрілер себуге болады? Солар жайлы бүгінгі видеомызда айтамыз. Одан алдын Жомарт KZ каналына тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Достар, көз алдыңызға елестесіп көріңізші. Көктемде аппақ болып гүлдеген, жаз бойы суарып, күтіп баптап күткен алмаларыңыз күз келгенде жинайын десеңіз, барлығы дерлік жерге төгіліп, ішінен шіріп, құрт жеп кеткен. Бұл көрініс кез келген бағбанның жанын ауыртары сөзсіз. Бір жылдық маңдай теріңіз, атқан таңыңыз бен төккен еңбегіңіз бір сәтте көз алдыңызда далаға ұшады. Көбіміз уақытында дәрі септім ғой, неге бұлай болды деп таң қаламыз. Алманы ашып қарасаңыз, ішінде құрт жыбырлап жүр. Жеміс қараңғыланып, сырты қарайып, шіри бастаған. Бұл жағдай сіздің бақшаңызда да бар шығар. Ендеше бүгін біз бұл мәселенің жай ғана бетін емес, түпкілікті себебін ашып, оны қалай емдеу керектігін, тіпті денсаулығымызға зиян келтірмеу үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау керектігін бастан аяқ толық талқылаймыз, талдаймыз. Бұл видеоның соңына дейін көрсеңіз, бақшаңыздағы мол өнімді сақтап қалуға аз да болса көмегі тиеді деп ойлаймын. Ал енді мәселенің басына үңілейік. Алма неге шіриді? Неге еңбегіміз ақталып шықпай жатыр? Бұның басты екі себебі бар. Бірінші себеп зиянды көбелектер және олардың зиянды салдарлары. Көктемде алма ағашы гүлдеген кезде көзге көрінбейтін зиянды көбелектер келіп, жас түйіндерге немесе гүлдің жапырақшаларына жұмыртқа салып кетеді. Күн жылынысымен ол жұмыртқадан кішкентай жұлдыз құрт пайда болады да, жас алманың қабығын тесіп, ішіне кіріп кетеді. Құрт алманың ортасына барып, дәнін жеп, өсіп жетіледі. Алма ішінен бұзылып, өсуін тоқтатады да, уақытынан бұрын сарғайып, қарайып, шіріп жерге түсіп қалады. Екінші себеп саңырауқұлақ аурулары. Егер алманың сыртында кішкентай ғана қара дақ немесе жарық пайда болса, ол шіріктің бастауы. Ауа райы тым ылғалды болғанда, яғни жиі жаңбыр жауса, немесе ағаштың бұтақтары тым қалың болып, күн сәулесі тіке түспесе, немесе ағаш қалың болып, арасынан жер қақпаса, саңырауқұлақтар тез таралады, лезде таралады. Құрт тесіп кеткен жерден ауа мен бактериялар кіріп, әдемі алманы бірнеше күнде қара түсті шірік массаға айналдырып жібереді. Жарайды, себебін түсіндік. Енді бұл шірікпен қалай күресеміз? Көпшілік жіберетін қателік ағаштағы немесе жерде жатқан шіріген, құрттаған алмаларды сол күйінде қалдырып қояды. Естеріңізде болсын, шіріген алма келер жылғы аурудың және құрттың ошағы. Егер сіз алмаларды жинап алмасаңыз, ішіндегі құрттар топыраққа түсіп, немесе сол жерде қыстап шығып, келесі жылы еселенген мөлшерде қайта оралады. Сондықтан ең бірінші істейтін жұмысымыз ағаштың түбіндегі және бұтағындағы барлық шіріген, құрттаған алмаларды мұқият жинап алу. Оларды жай ғана лақтырып қоюға болмайды. Оларды терең етіп қазып көміп тастау керек, немесе бақша аумағынан тыс жерге алысқа апарып тастау керек. Көзін жою қажет. Бақшаның тазалығы сау ағаштың кепілі. Тазалықты жасадық, ал енді ағашты аман алып қалу үшін не істейміз? Енді қарапайым дәрілер енді көмектеспеген жағдайда бізге мынандай күшті заманауи компонентті инсектицид амплиго қажет. Мінекей мынау амплиго препараты. Бұл дәрі құрттың жүйке жүйесіне екі жақтан соққы жасап, оның өмір сүруіне мүмкіндік бермейді. Бірақ мұнда ең маңызды ереже дәлдік. Бұл препаратты 10 литр суға 4 мл мөлшерінде қосамыз. Егер көбірек немесе азырақ қоссаңыз, нәтиже болмайды. Сондықтан өлшемін шприцпенен қатесіз өлшеңіздер. Бұны енді мен өз бақшамда қолданып жүрмін, нәтижесі өте жақсы. Мына осы алма ағашыма алдында бұдан бір 20 күндей бұрын септім, нәтижесі өте керемет. Енді шашу техникасы қалай болу керек? Біздің бұрынғы жіберетін қателігіміз жаңағыдай автомойкамен шашамыз, тым қатты жылдамдықпен. Бұны кәдімгідей асықпай, дәрі алманың сыртына тұрақталу керек, ағып кетпеу керек, қысымы қалыпты болу керек. Ағашты тұман етіп ұшырып қана қоймай, әрбір жапырақтың асты үстін, әсіресе алманың тесілген жерлерін жаңбыр сияқты әдемілеп жуып шығуымыз керек. Дәрі жемістің бетіне толық
жабысып қалса ғана құрт оны жеген сәтте жойылады. Яғни дәрі сұйықтық алмаға толық сіңу керек. Дәріні ешқашан күндізгі аптап ыстықта шашуға болмайды. Күн сәулесінен дәрі буға айналып өз күшін жоғалтады. Міндетті түрде кешкі уақытта салқын түскенде шашыңыздар. Достар, бұл жерде ең басты және ескермесе болмайтын бір маңызды мәселе бар. Енді химиялық дәрілердің адамға және табиғатқа тигізетін аздап зияны болады. Амплиго бұл күшті химикат. Егер қауіпсіздік ережелерін сақтамасақ, өзімізді де қоршаған ортаны да улап алуымыз мүмкін. Дәріні шашқан кезде ол ұсақ тамшылар түрінде ауаға таралады. Ең бастысы бетімізге, аузымызға бетперде, арнайы көзілдірік және қолғап киюіміз керек. Химикат енді тыныс жолдары, тер арқылы ағзаңа сіңіп, әртүрлі бір жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондай-ақ каренция, яғни күтім мерзімін қатаң сақтау керек. Дәрі сепкеннен кейін кем дегенде 20-30 күн алманы үзіп жеуге мүлдем болмайды. Химикат толығымен ыдырап үлгеруі тиіс. Мерзімінен бұрын жесеңіз, енді ағзаңыз уланып қалуы мүмкін. Бұны енді көбінесе күзде пісетін алмаларға қолдану керек. 20-30 күн алманы үзіп жеуге мүлдем тыйым салынады. Бұл препарат жаңағыдай баста көктемде гүлдеп тұрған кездері шашуға болмайды. Араларға, тозаңдандырушы жәндіктерге зиян тигізуі мүмкін. Ағаш гүлдеп тұрғанда, яғни. Дәріні шашарда міндетті түрде ұзын жеңді арнайы киім, қолғап, көзілдірік және маска киіңіз. Әрқашан желдің бағытымен шашыңыз. Себебі жоғары қарай шашқан кезде немесе желге қарай шашқан кезде дәрі өзіңізге қарай шашып, көзіңізге, аузыңызға түсуі мүмкін. Соның ұшында желдің бағытымен шашып, көзәйнек, маска, қолыңызда қолғап, ұзын жең көйлек міндетті түрде болу керек. Дәрі шашып жүрген уақытта арасында су ішуге, темекі шегуге де қатаң тыйым салынады. Жұмыс біткен соң ғана бет қолыңызды сабындап, жақсылап жуып, киіміңізді ауыстырып, одан кейін ғана жаңағыдай су, басқа заттарды ішсеңіз болады. Міндетті түрде киіміңізді ауыстырып, қолыңызды сабындап, жақсылап жуып, киіміңізді ауыстырыңыз. Енді міне қалай араластыру керек, қалай жасау керек деген көрсетіп жіберейін. Мінеге Амплиго деген препарат. Осындай алып ішсеңіз де болады. Мұның нәтижесі өте жақсы. Өзім бақшама қолданып жүрмін. Нәтижесі керемет. Амплиго. Енді мынау 10 литр су, 10 литр суға 4 мл қосамыз. Дәл өзінің ережесімен қосқан дұрыс. Сонда ғана нәтижесі жақсы болады. Міне 4 мл тартып алдық. Аузын жауып тастаймыз тас қылып. Он литр суға міне 4 мл қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 10 литр су кәдімгідей жылылау су болғаны дұрыс. Міне жақсылап араластырдық. Бұны енді кішкене 10-15 минут қойып, кәдімгідей өздеріңізде бар, өздеріңізге ыңғайлы шашатынмен мына жемсағашқа шашамыз. Мінекей қоспамыз дайын болды. Енді алма ағашымызға осы қоспамызды себеміз. Кешкі уақытта осындай салқын ауа райында себу керек. Себебі мына сепкен дәріміз, сұйықтығымыз мына алманың үстінде қаншалықты көп уақыт тұрса, соншалықты ішіне сіңіп, әсері өте жоғары болады. Кәдімгі құртты жансыздандырады, яғни көзін жояды. Кешкі уақытта сепкен дұрыс. Ұзақтан себу керек, және кәдімгі жаңбыр жауған сияқты шомылдырып шашуымыз керек қолдан келгенше. Сепкеннен кейін астан кәдімгі жаңбырдың суы сияқты тамшылап тұттыру керек. Мінекей мынандай болып сулары. Сондай қылып шомылдырып шашсақ, әсері жақсы болады.
осылай қоспаны жасап бақшаңыздағы алмаларыңызға осылай шашсаңыздар болады. Міне достар, бүгін біз алманың неге шірейтінін, құрттың қайдан пайда болатынын, оны тазарту жолдарын, амплигомен дұрыс емдеу әдісін және ең бастысы қауіпсіздік ережелерін бастан аяқ толық талдап шықтық. Егер де сіздер де осы ережелерді қатаң сақтап, еңбегіңізді аман сақтап қалғыңыз келсе, осы технологияны қолданып көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменге комментарий жазыңыз, бәріне жауап беруге тырысамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар, бақшаларыңыз әрдайым берекелі болсын.